Эх, мынау бізге қуаныш па, опат па, бізге келсе ұят бола ма, атақ па, айлығыңды не қылдың деп сұраса, құйдық дейміз кредитке котакта. Айып көрме бұл жырымды қазағым, ашынамын шарасыздан жазамын, мән берейік астарына сөздердің, аз емес қой бұдан басқа мазағы. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, бақыттың мазарына Аллах назарында жүре бересіз. Қазағым қара өлеңге құмар етсін, сен дағы арды өлеңге мұра берсін. Сіздерге жаманшылық ойлағаның тіл жағын жаратқаның буа берсін. Қыздарыңыз, сіздердің келіндеріңіз жыл сайын батыр ұлдарды, ару қыздарды туа берсін. Сол немерелердің қызығына тоймай, екі құдағи жаялықтарын жуа берсін. Осы тілекке қосылған ағайындар аямай шапалақ мұра берсін. Қартайып дегенде мойымаңыз. Бір кісі 104-ке толып жатқан туған күнінде жаңағы балдарынан сұрап жатыр дейді, ай мынау осы Жамбыл Жабаев деген қашан өлген десе, ол кісі 100-ге қараған шағында өмірден өткен ғой деп. Сөйтсе, жаңа атамыз айтып жатыр, осы сол қыршыннан кеткен деген ғой. Ойламаңыз. Жамбылдың жасына жетіңіз. Одан кейін қалаған жағыңызға келіңіз. Ел ағасы болып қалдыңыз. Менің ағам керемет деген әңгіме. Кеше ғана құмда ойнап жүрген бал еді, әжеміздің сүзбесінен күнде дәмеғі, кеш батырып асық ойнап шалған өміріме, мәңгі өтпейтіндей көріп жүрген жан еді. Таңның таза шығындай, ханның ерке ұлындай, келен атам айтқандай қалдау жиырма, ойнап ұлындай ай. Ал күнімнен қалғанымда белгі сақтамай, алтын уақыт өте берер енді тоқтамай. Уақыт өтіп қалып барамаған құбылғай, алау сағын балалықтың соңғы шақтарай. Көңілімде күй болмай, жүрегімді қинадай, алтын бегім айтқандай өтті ғой пәлай. Айқай жер мамай жасап жүрміз бұл шарабалы, қайтып келмес жиырмамын сені сағынсам, осы үнімді бір шырқармын күрсініп алып. Амалым бар ма амалым, солай да солай қарағым, Мұқағали айтқандай жиырмағанда асып барамын ай. Көңілімде күй болмай, жүрегімді қинадай, алтын бегім айтқандай өтті ғой пәлай. Айқай жер мамай Шымкент осы қыс дегенде білмейтін, желтоқсанда далалары гүлдейтін, әр жыл сайын көктемдей боп өтуші еді, шаурап қатып бүрсең қағып жүрмейтін. Биыл келді қалың қарлар ұйтқыған, аязы да тоңдырып бір итқыған, Шымкенттің қар көрейтін камаза оян алмай жатыр әлі ұйқыдан. Ал ел жұртым аман болсын қазағым, осылай мен жыр өрнегін жазамын. Қаңтар тыныш өтсін енді қазаққа, желтоқсанда жетер көрген азабы. Ол мені жалғыз зарплатамнан айырған күн, ол сені Каспий банкқа ап барады, ин өміріңді ақтарады. Бір өкінбей от жанары кредит беруге оқталады, сонда сенің зарплатаң көз алдыңда жоқ болады ма? Сен одан өтінесің, өкіресің, алғаныңа өкінесің, алабоздап таң атқанда кредит боп жетіледі, сонда сенің зарплатаң қайттан соған шешіледі ме? Әлде банкрот десең кешіреді ме? Ана
көкпарда жүргізетіндер бүйтіп жүргізеді ғой. Палуан көтөр, байды да бай демеңіз, оғанда бір зат жетпейді, кедейді демеңіз, ол да олай өтпейді дедемес пе ардақты ағайын. Екі ұлың қосылса дәуді өлтірер, жаман келсе қасыңа дау келтірер. Тағдырдың жазғанына амал бар ма, ажал келсе ауру емес сауды өлтірер дедемес пе ағайын. Еңкей! Класстастар сағындым ғой сендерді, өздеріңмен жан жүрегім емделді. Тайғұлындай тебісушек сыныпта, аңсап жүрмін сол бір өткен күндерді. Тартушы еді қыздардың да шашынан, мәз-мейрам боп бала көңе тасыған. Түсінбеп біз қадіріңді балалық, қайда кетті сол бір көңіл тасыған. Әрбір адам құрдастарын сүйсінші, осы әнім жүректерге тисінші. Жиналып бір отырайық әндетіп, класстастар күйген дүние күйсінші.